Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қазір сіздерге көрсететін ойыным, бұл ойынның атауы кім білгір деп аталады. Жалпы ойынның мақсаты қандай, сол туралы айтып өтейін. Бұл жерде бізде өзіміздің Қазақстанда қанша облыс бар? 17 облыс бар, иә. Сол 17 облысты әрқайсысын өз орнымен жаттау немесе орналасу тәртібі, соларды қандай неде орналасқан, солар бойынша қарастырылған ойын. Яғни мына жерде қазір осындай болып тұр, иә. Біз ашқан кезде, бірақ осылар орнында тұрмайды. Сіздер осы сұрақтарға жауап беру арқылы облыстарды өз орнына қоямыз. Яғни сондай бір қызықты ойын түрі болады. Енді шаблон саны 20 слайд. Бұл жерде сұрақтарын жазып қолдансаңыздар болады. Енді әсіресе географияға келеді, мысалы, тарих, география, одан бөлекте мысалы өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша ойнатам десеңіздер келеді. Яғни интеллектуалды ойын. Мына жерде пән бойынша сұрақтарын жазасыздар, мына жерге жауабы. Мынау өшеді, копиратор сайт болып қойылады, жауабы, сұрағы, жауап жазылады, болды. Қалған нені өзгертпейміз. Яғни әр не бойынша 17 сұрақ жазылады, болды. Дайындап алғаннан кейін қазір мен сіздерге ашып көрсетейін қалай ойнатады. Главныйдан тұрады, одан кейін показ слайд сначала деп ашамыз. Ойынымыз осылай басталады. Ойынды бастау деген батырма арқылы бастаймыз. Ұяшық таңдайды бұл жерде. Мына жерде категория деген сөз. Яғни мысалы пәндер бойынша қойсақ та болады, математика, физика, химия деген сияқты. Я болмаса сол пәннің ішіндегі бір тақырыпшаларды жазсаңыздар болады. Енді мысалы мынандай бір ұяшық таңдап көрейік. Ұяшық таңдағаннан кейін осылай сұрақ ашылады. Уақыт бар бізде. 5 секунд уақыт өте аз. Яғни сабақтың көп уақытын алмау үшін тез бітеді. Одан кейін жауап арқылы жауабы шығады бізде. Басты бетке ораламыз. Басты бет мына жерде мен жаңа көрсеткендей. Енді облыстарды қою үшін мынаған басамыз. Міне. Дұрыс жауап берсе, мына Қостанай келді. Келесіне басамыз. Таңдалған ұяшық қызыл түсті болып өзгереді. Келесі кез келген бір ұяшық таңдаймыз. Уақыт бұл жерде де істейді. Сразу жауабын шығардым. Бастыға өтеміз. Мына Қостанай тұр орнында. Келесі бізде солтүстік Қазақстан, яғни Петропавл келді. Келесі, яғни осылай ретімен әрбір ұяшықты ашып, сұрақтарға жауап беру арқылы облыстарды біз өз орнына қойып, өстіп ойынды ойнатып отырамыз. Яғни мен қазір тез-тезден көрсете салайын, бәрін ашпай. Міне, әрбір нені ашқаннан кейін осылай келіп отырады, бір-бірлеп келеді. Соңында осылай бәрі келіп болғаннан кейін, яғни барлық сұраққа жауап беріп болғаннан кейін аяқтау батырмасы арқылы аяқтаймыз. Яғни барлығы істейді. Мына жерде әрбір категория бойынша 4 сұрақтан берілген. Мынау бізде қосымша сұрақ, бұл яғни логикалық сұрақ болсын, бір кез келген бір сұрақ болсын, ерекшелеп осы жерге жазып қоясыздар. Болды, бұл жерде басқа ештеңе жоқ. Мына жерде категория дегенге мысалы математика деп жазсақ, мына жерде категорияға да соны жазамыз. Немесе тақырыпты жазамыз деген сияқты. Жалпы бұл шаблонда қиын ештеңе жоқ, сұрақтарын жазып сөйтіп қолдана бересіздер. Осы шаблон қызықты болса, егер керек болса маған жазсаңыздар, комментарий арқылы өтіп маған жазыңыздар, сол жерде толығырақ айтамын.